Илон Маск неге Дональд Трамппен ұрысып қалды? Шынын айтқанда, басынан олардың одағы бір түрлі көрінетін. Илон Маск электромобильдер жасайды, ал Дональд Трамп жасыл энергетиканы үнемі сынайды. Дональд ашық түрде президент болса, жаңартылатын энергетикаға мемлекеттік қолдауды қысқартатынын айтқан. Дональд Трамп пен Илон Маск ортақ мақсат үшін бірікті. Трамп президент болғанда басында бәрі жақсы еді. Кейін Трамп Маскты мемлекеттік тиімділік комитетінен шығарып жіберді. Содан соң олар ашық түрде араздасып кетті. Бүгінде Маск өзінің жеке саяси партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Негізі, бұл оқиға әдеттегі түрлі жерлерде талай қайталанған сюжет. Алдымен әлсіздеу ойыншылардың одағы жиналады. Олар бір ірі қарсыласқа қарсы шығады. Жеңіске жету ұмтылысы бұл одақтастардың қайшылықтарын жұмсартады. Ал ондай қайшылықтар әрдайым болады. Бірге жеңіске жеткеннен кейін бұл қайшылықтар қайтадан алдыңғы орынға шығып маңызды бола бастайды. Сол кезде өзара тартыс басталады. Бұл барлық жерде және әрдайым болады. Маск пен Трамптың жанжалы бастапқыда әрине жұртты таңғалдырды. Себебі Трамп қазіргі президент. Егер сендер бірге жеңіске жетсеңдер, онда қазіргі президентті қолдасаң, қайшылықтарға қарамастан көбірек мүмкіндік аласың. Онда неге осылай ашық ұрысу керек? Бірақ Илон Маск ақштың мемлекеттік билік механизмінің ішінде болып, президентпен байланысы бар адам ретінде Трамптың не істеп жатқанын басқалардан бұрын көріп, бұрын түсінді. Сондықтан одан ашық түрде бөлініп кетті. Дегенмен бұрын ол Трамптың сайлауалды науқанына ақша беріп, тіпті оның митингілерінде қолдау көрсетіп сөз сөйлегенін көрдік. Ал Илон Маск деген кім өзі? Келіңіздер, оған назар аударайық. Ол бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілгендей данышпанда цифрлы кәсіпкерде емес. Илон Маск технократтар тобының бетпердесі. Ол көпшілік алдында ойнайтын шоумен техникалық синдикаттың бет бейнесі. Илон Маск өкілдік ететін технократтар тобы айтарлықтай мықты. Олар жаһандық Starlink спутниктер желісін құрды, SpaceX зымырандарын ғарышқа ұшырады, Tesla электромобильдерін өндіруді жолға қойды. Көптеген мемлекеттер мұндай міндеттерді орындай алмайды. Менің ойымша, және бұл менің жеке пікірім, ақш президенті мен техномагнат арасындағы жанжалдың себебі Дональд Трамп жүргізіп отырған кедендік тарифтерді арттыру саясаты болды. Дональд әуелі импортқа тарифтер енгізетінін жариялады, кейін бұл пайыздарды төмендетті, сосын қайтадан көтерді, кейін тарифтерді енгізуді кейінге қалдырды, одан соң тағы да енгіземін деді. Сөйтіп жұрт мүлде шатасып кетті. Олар қайда, қалай жұмыс істейді, қай елдерге, қай бағыттарға және қанша пайызға қатысты. Бірақ америкалық кейде нақты нұсқаулар бойынша жұмыс істейді. Трамп шынымен де Америка Құрама Штаттарына импорттық кедендік баж салығын арттырып жатыр. Және бұл баж салықтары Илон Маск өкілдік ететін америкалық технократ өндірушілерге зиян келтіреді. Тоқтамыз. Бірақ Трамп керісінше өндірісті Америка Құрама Штаттарына қайтарғысы келеді ғой. Бұл дәл осы технократтарға, яғни америкалық өнеркәсіпке көмектесуі керек емес пе? Иә, бұл керісінше оларды күшейтеді. Онда олар неге риза емес? Неге олар ұрысып жатыр? Өзіңізге қарапайым сұрақ қойыңызшы. Неге Америка Құрама Штаттарының өнеркәсібі бүкіл әлемге тарап кетті? Неге америкалық кәсіпорындар Азияға көшіп кетті? Себебі солай тиімдірек. Шығын аз, шығыстар төмен. Tesla электромобилін тек америкалық бөлшектерден құрастыру мүмкін емес, өйткені тек америкалық бөлшектер жоқ. Tesla электромобильдеріне арналған тораптар мен компоненттер бүкіл әлемде жасалады. Дәл сол сияқты Starlink спутниктер жүйелеріне және SpaceX зымырандарына арналған жабдықтарда әлемнің әр түкпірінде өндіріледі. Бұл ақш жарты ғасыр бойы жасаған жүйе жарты ғасыр. Америкалық өндірістердің басқа елдерге көшуі 1970 жылдардан басталды. Бұл жүйені тез өзгерту мүмкін емес. ақшта жоғалған өндірістерді қалпына келтіру үшін ондаған жылдар қажет. Трамптың соңғы президенттік мерзімі бұған анық жетпейді. Ірі өнеркәсіптік кәсіпорынның жобасы бірнеше жыл бойы тек қағазда және сызбаларда ғана әзірленеді. Одан кейін өндіріс үшін энергия қажет. Демек, алдымен жаңа электр станцияларын салып, іске қосу керек. Олар да бірнеше жыл бойы жобаланып салынады.
Жаңа электр желілерін тартып, жаңа жоғары кернеулі трансформаторларды орнату қажет. Содан кейін кәсіпорынның өзі салынып, жабдықтармен толтырылады. Жабдықтарды арнайы тапсырыспен жасалады. Жабдық түпімдерде жатпайды. Барып қалағанынша ала салатын нәрсе емес. Ірі өнеркәсіптік жабдықтар арнайы тапсырыспен жасалады. Бұл да біраз уақыт алады. Сондай-ақ мамандарды оқыту керек. Бұл да уақытты талап етеді. Көріп отырғаныңыздай, жаңа кәсіпорынды іске қосу процесі өте ұзақ. Ірі кәсіпорынды іске қосу үшін жылдар керек. Көптеген өндірістерді қайтадан Америка құрама штаттарына көшіру қысқа мерзімде мүмкін емес. Ал Трамп не істеп жатыр? Ол кедендік баждарды дәл қазір көтеріп жатыр. Демек, Америкада құрастырылатын өнімдерге импорттық қосалқы бөлшектердің құны өседі. Ал толығымен Азияда немесе басқа елдерде өндірілетін көптеген америкалық тауарларға не болады? iPhone-ды Америкада жасамайды ғой, оған америкалық жұмысшының қолы мүлде тимейді. Бірақ бәрібір iPhone америкалық телефон деп есептеледі. Трамп баж салығын асығыс көтеріп, қазіргі америкалық өндіріс жүйесіне көбірек зиян келтіреді. Өйткені ол мұндай қысқа мерзімде қайта құрылып үлгермейді. Америкалық технократтар Трамптың осындай жылдам қарқынына шыдай алмай жатыр. Сондықтан Маск бастапқыда Трампты қолдады. Оның сайлауалды науқанына ақша берді. Митингілерінде сөз сөйледі, өйткені мақсат бір. Бірақ кейін Трамп өте жылдам қарқын алды. Ал америкалық өндіріс жүйесі мұндайды көтере алмайды. Сол себепті Илон Маск президентпен араздасып, өз партиясын құратынын мәлімдеді. Бүгінде ақш-дағы технократтарға импортқа салынған жоғары тарифтер зиян келтіреді. Олар жүйені қайта құруға, өндірістік кәсіпорындарды ақш-тың ішінде жасауға мүмкіндік беретін біртіндеп әрі баяу үдерісті қалайды. Сонда ақыры не болады? Технократтар Трамппен келісімге келе ме, әлде мүлде араздасып кете ме, немесе Илон Маскты ақш президенті етіп қоя ма? Көре жатармыз. Орыс орманынан сәлем.